Сергел бетон түнмен жұмыс етеді. Неге? Себебі күндіз әдеттегідей бізде постоянно пробка. Бәлкім үлкен заводтардың барлығында түнде жұмыс істеу керек шығар, қалай ойлайсыздар? Так, естеріңізде ма? Да, я знаю, да, вот едет он уже. Екінші заводтардың посты ленточный полностью. Қалай Сенхан, әдемі ма вообще бұланда жұмыс істеген? Өте қолайлы да? қолайлы, я оңай, ана заводқа қарағанда енді жұмыс аз. Өткен бәрі компьютер автоматты түрде бәрі ештеңе жасамайды. Бәрі автоматты түрде жұмыс істейді. Күн естіп отыр, просто компьютер жасап отырамыз болды. Бұл жерде мен айтып өтетін дүнием, біз келдік, алдында естеріңізде болса 4-5 видео түсірдік қой. Сол кезде осы заводтың салынып жатқанын көрсеткенбіз. Қазір полностью дайын. И соның арқасында құдайға шүкір кез келген объемда, кез келген көлемде бетон шығарып бере алады. Жақында ғана бір ЖК-ны полный қойып шыққан. Орталама есеппен бір 3000-нан астам куб құйылды. Күнмен істелді. Короче, осында бір керемет дүниені түсіре отыра бір қызық нәрсемен бөліскім келеді. Жақында 10 мыңға жуық кубты бір апталық бір срокта поставка жасау керек болды. И Сергел бетон түнмен жұмыс етеді. Неге? Себебі күндіз әдеттегідей бізде постоянно пробка. Ташкентский көшесі, соған байланысты бүкіл объемды түнде поставка жасады. Бір жағынан ойлайтын, бәлкім үлкен заводтардың барлығында түнде жұмыс істеу керек шығар, қалай ойлайсыздар? Сол кезде кептеліс те аз болады и жұмыс та өнеді. Қысқаша айтқанда, біз осы Сергел бетонға тек қана сәттілік тілейміз. Тек қана алдыға дами беріңіздер. Ар жақта бірінші бетонный завод болды, екіншісі болды, міне қазір үшіншісін қойған и өте керемет деңгейде жұмыс істеуде. Аллах тағала тек берекет берсін.